Bizde 3'ке тең, 3'ü мына жер 90 градусқа тең. Себебі АБ мен СД параллель, то есть АБ мен СД перпендикуляр. Значит, АБ мен СД перпендикуляр болса, онда ДК мен мына екі жазуды қараңыздаршы, бірінші мына жазу, одан кейін мына жазу. Яғни КД АБ-ға параллель, ДМ СД-ға параллель болса, онда КД мен ДМ өзара не болады? Перпендикуляр болады. Болды, мына жер 90 градусқа тең болады. Еще КМ-ді табу үшін не істей саламыз? Түбір астында КД-ның квадраты қосылған ДМ-ның квадраты, яғни түбір астында 3-тің квадраты қосылған 4-тің квадраты болады бізде 5-ке. Есеп бойынша кері байланыс бере салыңыздар. Мына әдіс түсінікті ма? Мерей ханым сақталмайды сабақ. Түсінікті дейді. Тамаша, керемет дейді. Сабақ қалай болып жатыр? Осы жеңілдеу. Аха. Осы жеңілдеу сияқты, аха. Жетінші есеп түсінікті болса, кері байланыс жазыңыздар. Екі әдісте түсінікті ма?